Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? YouTube каналына қош келдіңіздер. Вау, уже жаңа жыл болып кетті мына жақ. Қазір базарға келіп қалдым. Сол баяғы садиктің керек жарағын түгендеп, алдында канцтабарын, кітаптарын түгелдегенбіз. Енді бір фартук керек екен. Ой, неше түрлі заттар бар ғой, мына жерде ала бергім келеді. Фартук таппай жүрмін. Ана выпечка пісіреді екен дара еналар. Қазір тауып алайын. Мынандай фартуктар бар екен. Бірақ Раянаға бұндай фартук емес. Қалпағымен, оқтауымен керек еді. Таппай жатырмын жота. Қараңыздар, жаңа жылға күшті дайындалып қойыпты уже. Әдемі, я? Үшеуіне 3 түрлі осындай наклейка алдым. Фартуғы, дастархан, керек заттарым, пенал. Мындай ручканың пастасын алдым. Тозылып қала береді Айнараға. Мектепке келдік. Самал күтіп тұр бізді. Ләззат. Қазір осы мектепте семинар өтетін боламыз. Балалардың сіздердің Самал апаймен жұмыс сабақ өтіп жатқандарын көрдім. Өте тәртіпті, білімді балалар екенсіздер. Сәттілік сіздерге мұқият қарасаңдар. Ал достар, мұғалімдерге әдістемелік семинар өтуге келіп қалды мектепке. Шай ішіп отырмыз. Мектептің шай ішмегелі қашан. Баластарым. Күштеп сабағымызды өтіп алдық, енді шай ішіп отырмыз. Ойбай, мені қоғосып жатыр. Оқушыларымыз молодец жүректен. Самал көп баласының үйіне келдік. Шашын деп жатырмыз. Қараңыздар достар, қандай әдемі қылып соғып алған. Молодец. Тіпай. Осындай жер алып, үй соғып, өз қолымен, өз күшімен. Молодец. Қазір кіреміз Самалға. Самалдың тамағын жейіп жатырмыз. Қызылорданың күрішін басып қойыпты бізге. Шашу шашып келдік. Сабақтан қайтып, шашу шашып келдік. Енді тамақ ішемін деп отырмыз. Ал біз шықтық Қонаев қаласынан. Практикамыз күшті болды. Самал үйіне кіріп шықтық. Подружкамызды қимай кетіп бара жатырмыз. Ләззат деген подружка всегда қасымда жүреді. Дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Үнді, оян, қатар. Үнді дауыссыз. Л, м, н, н, р, и, о. Қат, ойбай, қойы. Ұяң. Ұяң дауыссыздарды айтады. Сазыңды апсасай. Айт енді. Дауыссыз айтамын. Б. Б, В, Г, Г, Д, Ж, З. Ой, молодец. Қатаң. Қатаң дауыссыздар. К, Қ, П, С, М, Ф, Қ, И, Ч. Ч, Ч, Ш. Ш. Молодец. К не қатаң. К. Бәрі қатаң дауыс. Молодец, дауыссыз дыбыстарды жаттап алыпсың. Иә. Кетіп бара жатыр. Далада жүре берсем екен деп тұр ғой. Дала суық, бер кел. Садиктен келдім, мына жерде бір кәсеніп алдық. Мен тұрсын қарашы, қажам. Жүрші үйге кірейік. Жаурап қалды мен, қолым жаурап қалды. Кесе бері. Жүрек қызым амайсың. Жүрек. Сағат 5-тен 20 кетті. Қараңыздар, күн уже
Батып жатыр, ерте батып жатыр, я? Күн салқындаған сайын ерте батып, бұдан кейін ұзарады. Курткаңды жуып қояйыншы бүгін, қыжым. Садикте ана түсі келеді. Аха, осындай жерлерге мінеді бұны. Курткасын алды сәл кіріп қапты. Бүгін куртка жуамыз, киімдер жуамыз. Абайла. Ана, мына батыр өзі. Жүрек қой, жүрек. Абайла. Молодец, мен қыжым, молодец. Ана, шыңға шығады, я? Үйсен, молодец. Мұзда емес па? Күшті, мініп алды. Бір етір ғана болды. Салқын дала, қалпақсыз жүруге болмайды таш. Жүрегі, заным, жүрегі. Ақыры отырды ғой, мына качеляға. Ақыры отырды ғой. Болыш кеттік уже. Мына жерде светтерін жағып отыр. Даланың светтерін. Кеш болды. Үйге кірейік, жүр қызым. Ал бүгін тамақтанып алдық, жұма. Бүгін ертең бізде видео күні, я? Бүгін ертең максимально видео бәрін түсіріп тастау керек. Пранк, челлендж деген. Съемкаға дайындалып жатыр. Қазір көріп отқандарыңыздай сап-сары киініп алды. Қазір София розовый киініп алады. Қап-қара киініп алды. Түстерге қарай солай тамақтанып ойнайтын болады, я? Үш қызым үшеуі даладан теріп. Несәден екен Нагүлдің. Маған теріп әкепті. Мама беркеңіз деп қояды. Жаным. Әкеге қарап, ол өшет, анаға қарап, қыз өшеді. Молодец, әкеге қарап, ол өшеді, анаға қарап, қыз өшеді. Молодец. Бізде демалыс күні, бәріміз ойнап жатырмыз, кір жуып жатырмыз мына жақта, я? Орыс тілін оқып отырмыз Айнараның. Оннан бастап кері санап, бірге дейін орысша санап, тақпақты оқып жатырмыз, я? Алмай жатырған что-то? Алло, сәлеметсің бе? сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Доктор София апай. Кәсебіз доктор шақырватқы. Доктор шақырып жатсың ба? Маған доктор керек емес, бәрі жақсы. Сіз қалайсыз, жақсыз ба? Я, мен бөде ауады. Ауырмаңыз, жақсы онда, аман болыңыз. Давайте, пока. Пока. Тың. Далаға шықты, қыздардың бәрі үштоп тұрған сияқты дала, салқын болса да. Қызымның курткасын жуып қойдым, Софияның. Батарейка жаймасам, ертеңгейдің кепетін түрі жоқ далада. Салқын болып тұр ғой. Далаға шықтық, я, қызым. Әрең алып шықтым ораянан, далада шыққысы келмей, таза ауа жұт деп. Ана жақтары Айнара мен Софияға бар жатырмыз. Кішкене. Мына жақта жүр екен ғой Айнара мен. Кәсенсе Айнара? Ойнава. Ал Айнара көрсетші. Мынандай күшті заттар алып келді папамыз. Видео түсіріңдерші деп. Кән, Айнара қараса бет маған. Қас. Біреу қайда? Біреу жатқан жар. София, қараш маған, София. Ойбай, не деген тырнақ мынау. Қараңыздар, құлақ. Қараңыздар. Монстр ойнап отырмыз ғой біз, я? Бетін бояймыз. Ойбай! Не деп ойлайсыздар, клоун. Айнара садигіне кигенге андай тапчики алды. Өйткені жыртылып кетті, бір жері, жапсатын жері. Және осындай тапчики алды. Айбай! Қорқпайсыңдар ма? Вау, не деген маска мынау. Айнара. Айнара қараңыздар. Айнара, вау, жарасып қалыса. Кішкентай клоун келді үйге деп түсіреміз. Ойбай, Раяна. Ойбай, абайлашы көзге кіріп кетпесін. Мыстан кемпірге айналып кетті ғой. Ойбай. Мындай салфетка. Сапиканка. Күшік. Мысық. Ау да мысық. Сен кіші.
Раяна. Кеттік, санаймыз, София. Ей, ойбай, давай, бәрі жол көрсетіп келіңіз. Айнара. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, Дянема. Пой. Орысшасын ашқан. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12. 12 ма? Қазақша кете ма? Ей, жан. Шомылып жүріпті. Ол шомылып атқан кезде 40 қабат не істеді? Бәрін шешті. Біртіндеп шешті. Мына қабығын шешеді, мына қабығын шешеді, мына киімін шешеді, мына киімін шешеді, оның киімі көп болғаннан кейін шешіп болған кезде не болыпты? Түн болып. Түн болыпты. Сол кезде кім шығады судан? Августқа. Оның денесі қандай болып кетті? Заман. Содан кейін огурцы қиярдың сырты қандай болыпты білдім. Таңғы ас ішіп жатыр. Қыздар қазір садикке барады. Айнара түстен кейін оқиды. Барлығын шаштарын өріп алды. Өріптерін София көңгі қыжық болып тұр. Бәрінен бұрын. Енді Софияның шашы өруге жетіп жатыр. Қан арт қараш көрсетейікші. Вау, не деген саш мынау. Иә, бірінші рет отыр. Не деген шаш. Раянаның шашы. Әдем қылып өріп қойдық. Екке өріп қойдық, иә? Күшті болды. Иә, Раяна. Екі, үш, төрт. Оңға солға иілі. Сәдеңіне тастадым. Папамыз осындай күшті мегафлагомания деген алып келген болатын. Бұл жерде 197 елдің ашты ғана. 197 елдің мына картада орналасқан жері бар. Одан кейін мынандай әр карточкада мысалға әр мемлекет туралы бір не бар да. Әр мемлекет туралы ақпарат бар. Мысалға мына қараңыздар, Қазақстан туын жаттайды осындай түсте екен. Мына Қазақстан деп тұр. Астанасы Нұр-Сұлтан, қай материкте орналасқан Евразия. Тілі казахский, русский, ақшасы теңге. Мына осылай жаттайсың. Символ страны снежный барс дейді. Мына осылай жаттайды. Мынау Қазақстандікі. Мынау Өзбекстанның туы қараңыздар. Мына жерде Өзбекстан деп тұр. Астанасы Ташкент, Евразияда орналасқан. Тілі өзбек, өзбекский мына жерде орысша жазылып тұр. Енді өзбекский, өзбек, ақшасы сум. Ичанкала, крепость древнего города Хива дейді. Пока что енді Айнара осы 197 мемлекетті күніне болмаса да, күніне біреу или 2 күнде біреу әйтеуір жаттап отырасың. Соңында мен сенен сұрайым, жақсы ма қызым? Осылай үйреніп. Бүгінге мен Қазақстан мен Өзбекстанды бердім. Қазір түске дейін сабақ оқып болдық. Осыны жаттап жүреді. Маған көмектесіп жүреді үй жинап. Қараңыздар, список жазылған жерде 197 мемлекеттің. Соның барлығының астанасы, ақшасы бәрі жазылғаны бар. Кейін бұл бәрі жаттағаннан кейін андай ойын ойнауға болады. Бірақ қазір ойынды сәл Білем. 4 адам ойнаса жақсы да, өйткені сендер кішкентай болып қалып тұрсыңдар. Сәл үйреніп ал, қызым, ойнаймыз. Ал үй жинап бастадық. Қыздың Айнараның сабағын оқытып тастадық, тамақ ішіп алдық, садикке апардық, енді үй жинап бастадық. Қазір ғана пилесостап болдым. Енді қараңыздар, полын сүртіп, шаңын сүртейін деп жатырмын. Маған ұнап тұрғанына ауа райы ұнап тұр. Енді бұлтты болып тұрса да, иісі қандай әдемі. Как будто бір құстардың енді дауысы шықты. Бір көктем басталып жатқан сияқты, күз емес ше. Әдемі болып тұрған. Тыныштық. Естіп тұр ма? Алыстан ғана машинаның дауысы естіледі. Ойбай, пилесостап пол сүртіп алдым дағыны, енді шаңды бұл жолы кәдімгідей мынандай кішкене жақтауларда қалып қалады ғой кірлер. Шаңын былай сүртсең де. Сол жердің бәрін азилитпен, кометпен, столарға дейін жуып жатырмын ғой. Мына кімнің стульчигін жуып жатырмын. Жақсылап мына жердің бәрі кішкене кір болып кетеді ғой, тамақ жеп жүргеннен кейін. Барлығын жуып жатырмын қазір. Енді осыны шайып болғаннан кейін мына есіктерді де сүртіп шықпасам, кішкене мындай сызылған. Біздің Софика әлі кішкентай ғой, қаламмен сызып тастайды, соның бәрін жуып тазалап алсам. Сосын көңілім мына кухняға алып тұр ғой, мына сыртын бәрін жуып алып, мына жердегі артық заттың бәрін құрып тастауым керек.
Ойбай, пысық болып кеттім. Кухняны жуып кеттім, қараңыздар, мынандай кішкене кірлерін бәрін алып. Раяна қарашман. Күштер зәрген оны дешірсен. Ал менің тұрымды қараңыздар. Болып тұрмын ғой. Осындай бұл видео түсіріп алдық. Берса шығады. Тек мен төсектен әлі тұрмадым. Мен сабаққа барғым келмейді. Себебі бүгін бақылау жазамыз. Сабаққа бармауға сылтау іздедім дейді. Бәр таңертең оянып жатыр екен, я? Күн жып-жылы екен. Ал қыз болса, сабаққа барғысы келмей тұр, я? Енді не дейді екен? Анам бөлмеме кірді. Мені оятқысы келді. Мен өтірік ұйықтап жаттым дейді. Анам, жібек, таң атты, сабаққа кешігесің. Анашым, тағы 5 минут жатайыншы, кеше кеш жаттым дейді. Тура Раяна мен София ғой. Таңертең тұрғызған кезде, сайтке тұрғызған кезде, қаз, 5 минут жата тұрайыншы дейсіңдер ғой. Сол сияқты жібек деген қыз мектепке барғысы келмей, тұрғысы келмей жатыр екен ұйқысынан, я? Анам 5 минуттан соң тағы келді. Нан салма жасайын деп жатырмын. Тауықтың етімен подливін жасап қойдым күштілеп. Қазір қамырын илеймін. Вау, дала деген керемет болып тұр ғой. Осымен мен блогымды аяқтайын. Сіздерге көп рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, достар.